Барлығыңызға ассалаумағалейкум. Көпшілігіңізге таныс әлем чемпионы Усейн Болттың қарсыласы табылды деуге болады. Бар болғаны 7 жаста болса да, қазірдің өзінде әлемнің ең тез жүгіретін жас бала атағы берілген. Бұл баланың есімі Рудольф Ингрем. Сіздерге бұл баланың есімін есте сақтап қалуды ұсынар едім. Себебі болашақта спортта көптеген жаңалықтар жасап, үлкен жетістіктерге жетер деп ойлаймын. Қазіргі кездің өзінде адамдар оны Усейн Болтқа теңеп, болашақта оның рекордын жаңартады деп үміттенуде. Қараңызшы, жасы 7-де болса да, жүгіру алаңында қарсыластарын қалдырып, алға оқтай ұшады. Усейн Болттың өзі осы жаста мына бала секілді жүгірмеген шығар. Осы жасында өзінің рекордын жасап та үлгерді. 100 метр қашықтықты 13 секунд 48 миллисекундта жүгіріп шықты. Көпшілігіне таныс Усейн Болттың рекорды есе 9 секунд 58 миллисекунд. Болашақта осы рекордты жеңуіне тілектеспіз. Рудольфтың жеке инста парақшасында барлық жетістіктерін әкесі салып отырады. Және де сол жерге әкесі менің балам 7 жасар балалар арасында әлемдегі ең жылдам бала болғанына қуанамын деп жазып қалдырған. Тағы да айта кетейік, Рудольф жақсы жетістіктер мен әрекеттерді стадионда, жарыстарда ғана көрсетпейді. Мектеп жарыстарына да атсалысып, өзінің епшілдігін, мықтылығын көрсетеді. Жастай спортқа кіріп келгеніне қарамастан, 7 жаста да адам егер тырысса, чемпион бола алатынын көрсетті. Болашақта осындай жетістіктерге жетіп, әлем чемпионы болар деген үміттеміз. Достар, бейнебаян ұнаған болса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.